Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бенто торттың, яғни 2 адамға арналған мини торт жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындау үшін жұмыртқамызға қантымызды салып, аппақ болып көпіргенше миксермен жақсылап араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне електен өткізілген ұн, какао разрыхселімізді араластырып, 2 немесе 3 бөлікке бөле отырып, массамыздың үстіне осылай салып, төменнен жоғары қарай лопаткамен араластырамыз. Венчикпен араластыруға мүлдем болмайды, себебі біздің қамырымыз басылып көтерілмей қалады. Міне бізде осындай үлпілдек өте жұп-жұмсақ қамыр дайын болды. Енді осыны формамызға пергамент қағазын төсеп алып, барлығын тегістеп жайып шығамыз. Енді осы бисквитімізді қызып тұрған 180 градус пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне бисквитіміз пісіп шықты, енді оны толықтай суытамыз. Енді осы бисквитіміз суығанша кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға қант ұнтағын салып, екеуі біріккенше миксерлеп аламыз. Ол екеуі біріккеннен кейін осылай үстінен творожный сырымызды салып, тағы да жақсылап біріккенше араластырамыз. Мінекей бізде осындай қою қоймалжың крем дайын болды. Енді торттарымызды жинайтын боламыз. Бисквитімізді осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Бұның диаметрі шамамен 12 сантиметр болады. Кез келген домалақ ыдысты алып, осылай қиып аламыз. Енді бисквитімізді біртіндеп ала отырып, осылай видеода көрсетілгендей өз қалауларыңыз бойынша кремін салып, аз немесе көп салып отырып, бетін тегістеп шығамыз. Кремді қорықпай отырып жаға берсеңіздер болады. Біздің креміміз қою болғандықтан ол ағып кетпейді. Енді осының үстінен келесі коржымызды қойып, қолымызбен кішкене басып жіберіп, қайтадан крем жағып, бетін тегістеп шығамыз. Егер сіздердің корждарыңыз құрғақ болатын жағдайда, қантпен суды араластырып, бетіне ылғалдандырып сепсеңіздер болады. Мінекей тортымыздың барлығын жинап алдық. Енді сыртқы бөлшегін осылай кремімізді жағып, жақсылап тегістеп аламыз. Торттарыңыздың бетін өздеріңіз қалағандарыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен кремнің қалған кішкене бөлігіне осылай қызыл красканы құйып алып, қасықпен жақсылап араластырып, осымен қазір бетін сәндейтін боламын. Мен тортымыздың бетіне осындай кішкентай жүрекшелер салып сәндеп жатырмын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Бұның сыртын кез келген түске өзгертуге болады. Ол әрине өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей менде осындай жүрекше салынған бенто торты дайын болды. Өте керемет шықты деп ойлаймын. Қазір екінші бенто тортының сәнделуін көрсететін боламын. Бұл бізде мынандай қызыл түсті бенто торты болды. Қазір енді осының үстінен ерітілген шоколадымызбен бетіне жазу жазатын боламын.
бұл бенто тортын үйде өз қолдарыңызбен жасап туған күнге апарсаңыздар өте керемет сыйлық деп ойлаймын. Мен тортымыздың бетіне осылай туылған күнге арналып жасадым. Сіздер әртүрлі жазу жазсаңыздар да болады. Біздің тортымыз осылай болып шықты. Өте керемет болды. Сіздер де видеоны толық соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап, маған лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.